Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, "Мән ташаббаха биқауmin фахуа минхум." Кім бір қауымға еліктесе, ол сол қауымнан дейді. Қараңыз қандай. Еліктеудің өзі қиын нәрсе да. Абай атамыз айтады, 15-ші сөзінде қателеспесем, ақылды адам мен ақылсыз адамның фарқын айтып көрейін дейді да. Адам өзі осы дүниеге келген кезде бір нәрсеге қызықпай тұра алмайды дейді өмірде. Дүниеде қызықты нәрсе өте көп. Сонда дейді, есті адамға, жаңағы қызықтар есті адамға ұсынылған кезде, есті адам дейді, есі бар адам, ақылды адам. Ол тек қана орынды, баянды, дұрыс іске ғана қызығады дейді. Ал есер адамдар дейді, қараңыздар, есер адамдар не болса соған, бағасыз құнға, баянсыз нәрселерге қызығып, жаңағы итқорлықпен өмір сүріп жүре береді дейді. Қоғамда көп нәрсе ақылмен істеліп жатқан жоқ. Қазір көңіл қалауы билеген нәрсе. Көңіл қалау ақылдың орнынан шығып кеткен. Түсініңіз ба? Соқтан еліктеу деген нәрсенің өзі өте қиын нәрселері де болды. Сол нәрселерді байқау керек.